Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жасалу жолы ерекше, әр жерде әр түрлі дайындалатын ұн қуырдақ тағамның рецептісімен бөлісемін. Кейбір жерлерде атауы нан палау деп те аталады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, рецепт ұнап жатса лайк басып кетіңіздер. Алдымен қамырымызды илеп аламыз. Ол үшін ыдысымызға 300 мг су құямыз. Ұн қуырдақ тағамын дайындау үшін бізге қамыр қажет болады. Сол үшін қамырды илейміз. Суды құйып болғаннан соң тұз салып, тұз ерігенге дейін жақсылап араластырып, содан соң ұнды жаймендеп салып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін шашықпен жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Қамыр дайын болғанға дейін ендігі кезекте бізге қажет 1 дана пияз, 4 дана картоп, 1 дана сәбіз және де 700 грамдай жылқы еті. Сиыр етін қолдансаңыздар да болады. Алдымен осылай пиязды ұзынша етіп турап аламыз. Артынан етті де осылай 4 бұрышты етіп кубиктап турап аламыз. Сәбізді де осылай ұзынша етіп турап аламыз, және де картопты да осылай кубиктап турап аламыз. Жалпы ұн қуырдақты әр жерде әртүрлі дайындайды. Біздегі бір ерекшелік ол сары майға қуырылады. Осылай сары майды салып, кішкене ерігенін күтеміз. Ең алдымен пиязды салып 3-4 минуттай қуырып аламыз. Артынан етті салып 7-8 минуттай қуырып аламыз. Сәбізді салып қуырамыз. Ет біраз қуырылғаннан соң үстінен 250 мг су құямыз. Су құйғаннан соң бетін жауып қоямыз. Бір қайнап шыққаннан кейін газдың астын орташа жай қойып, бетін жауып 40 минуттай пісіреміз. Арасында ашып араластырып тұру қажет. Осы уақытқа дейін біздің қамырымыз дайын болып қалды. Енді қазір тестаны жаятын боламыз. Қамыр жаюды барлығыңыз білесіздер деп ойлаймын. Сондықтан бірден жайып болғаннан соң түсірдім. Қамырдың жұқалығы осындай болды. Енді қазір осы қамырды бөліктерге бөлетін боламыз. Ең алдымен осылай ортасынан қамырды міне осылай бөліктерге бөліп аламыз. Содан соң үлкен таба болса табаны, немесе осындай листті газға қойып, баяу отта, орташа баяу отта 2 бетін пісіріп аламыз. Міне осылай екі жағын аудара отырып пісіріп аламыз. Қатты
қоңыр қара қылып күйдірудің қажеті жоқ. Кішкене пузырьктар шыға бастағаннан уже қамыр пісті деген сөз. Барлық бөлшектелген қамырларымызды пісіріп алдық. Енді жылы кезінде осылай екіге бөліп ораймыз. Алдымен үшеуін, содан соң үшеуін деген сияқты. Содан соң осылай кеспе етіп кесеміз. Міне кеспелер дайын болды. Ешқандай да арасы жабысып жатқан жоқ. Уайымдамаңыздар, жабысып, қурап қатып қалмайды. 35-40 минуттай біздің етіміз пісті. Енді картопты саламыз. Он 15 минуттан соң менде картопым пісіп шықты. Өте тез пісетін картоп екен. Енді су аз қалған көріп тұрған болсаңыздар, сол үшін үстінен қайнап тұрған 250 мг су құямыз. Және де осылай кеспені салып тамақты демдейміз. Кеспені осылай шашыратып салу қажет. Үстінен 3 ас қасық сұйық майды шашыратып құямыз. Содан соң қазанның бетін жауып баяу отта піскенше ұстаймыз. 15 минуттай ұстадық. Енді қазір жақсылап араластырып, содан соң тамақты саламыз. Осымен ұн қуырдақ тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап, дәмін татып көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.